Балалар сабағымызды шаттық шеңберден бастайық. Сәлем саған жер ана, сәлем саған көк аспан, сәлем саған алтын күз, сәлемет сізге. Ал енді отырыңыздар. Тақпақты мұқият тыңдаймыз. Сезілген мен ақпанның салқыны әлі нұрлы шуақ. Көктем боп бар құмары қар астынан қылтиған. Жауқазын гүл күн нұрына сәбидей талпынады. Балалар, бұл тақпақ не жайында? Көктем жайында. Дұрыс айтасың алтыны. Қазір жылдың қандай мезгілі? Көктем мезгілі. Ал көктем мезгілінде ауа райында қандай ерекшеліктер болады? Күн жылы болады. Арасында суық та күндер болады. Тағы қандай өзгерістер болады? Күн жылынады, қар ери ме? Құстар не істейді? Жылы жақтан ұшып келеді, бізге, себебі бізде ауа райы жылына бастайды. Көктем мезгілі деді. Көктем мезгілінде қандай гүлдер шыға бастайды? Қандай гүлдер? Әдемі гүлдер, қызғалдақ гүлдері, содан кейін көкнар гүлдері шыға бастайды. Балалар, келесі сурет бізде балалар, жайлаудың суреті. Қараңдаршы, қандай әдемі әсем гүлдер, көктем мезгілінде жасыл шөп шығады, әдемі гүлдер шығады. Гүл ағаштардың жапырақтары шыға бастайды, айналаның барлығы жасыл түске боялады. Ал енді көктемнің гүлдеріне көшейік. Мынау гүл балалар, көкнар. Мак дейміз. Қайталаймыз кәне. Көкнар, мак. Көкнардың түсі қандай? Әдемі гүл ме? Әдемі гүл, Келесі гүліміз бұл бізде балалар. Бақ. Орысша біз оны адуванчик дейміз. Дұрыс айтасың алдан. Қайталаймыз кәне. Бақ. Адуванчик. Бұл гүлді біз не істейміз балалар? Үрлейміз, үрлегеннен кейін ол бізде жан-жаққа ұшады, Келесі гүліміз балалар, қызғалдақ гүлі, тюльпан дейміз, Бұл да көктемнің алғашқы гүлдерінің бірі. Кәне айтайықшы, қызғалдақ, тюльпан. Жақсы балалар, жарайсың. Біз бүгін балалар сендермен сурет салу сабағында жайлаудың суретін бейнелейтін боламыз. Қараңдаршы, қандай әдемі әсем бейнеленген жайлау. Әдемі гүлдер. Бірақ та біз бүгін балалар бұл жайлаудың суретін дәстүрден тыс әдістерді пайдаланып салатын боламыз. Ал енді балалар, ең алдымен дәстүрден тыс әдістерді суреттерді қолдану арқылы біз қазір жайлаудың суретін саламыз дедік, Ең алдымен қазір мен сендерге көрсетемін, содан кейін барлығымыз бірге жайлаудың суретін салатын боламыз. Ол үшін балалар мен сендерді үстел басына шақырамын. Сурет салмас бұрын біз ең алдымен мұқият болуымыз керек. Бояумен жұмысты таза, тиянақты жасаймыз. Бояуды ешқай жерге жақпаймыз. Боя болғаннан кейін қолымызды ылғалды сүзгілермен сүртуіміз керек. Ал енді сурет салуға кірісейік. Ең алдымен қазір мен сендерге дәстүрден тыс сурет салу әдісін көрсететін боламыз. Қолдарыңызға қолғаптарыңызды қойыңыз. Маған қараймыз. Ал енді қазір сендермен дәстүрден тыс әдістерді қолданып жайлаудың суретін бейнелейтін боламыз. Теледидарға назар аударамыз. Ал енді мына тақтадағы суретке назар аударыңдаршы. Бұл суретте не жетіспейді? Гүлдер жетіспейді. Дұрыс айтасыңдар. Жайлаудың әдемі әсем гүлдері жетіспейді. Біз бұл гүлдерді қазір сендермен тампондау әдісі
қолданып сурет салатын боламыз. Және де мақта таяқшаларымен гүлдерді бейнелейтін боламыз. Қазір мен сендерге көрсетемін. Мұқият қараймыз. Содан кейін жұмысқа кірісетін боламыз. Түсінік ме? Жайлаудағы жасыл шөптерді балалар біз тампондау әдісі арқылы саламыз. Тампонды қолға аламыз. Бояуға сәл ғана матырамыз. Мұқият қараймыз балалар. Содан кейін жасыл шөптерді тампон арқылы не осылай бейнелейтін боламыз. Барлығына көріне ме балалар? Міне. Түсінікті ма? Суретті әлі бастамаймыз. Сурет салғанда балалар бояуды ақырын ғана көп алмаймыз. Себебі бояу қолға жағылып кетеді. Содан кейін тампонды қоямыз. Енді не жетіспейді бізде тағы? Гүлдер жетіспейді. Гүлдерді біз балалар мақта таяқшаларымен саламыз. Гүлдердің түсі қандай? Қызыл. Қызыл түске батырамыз. Осылай бояуды жағу арқылы гүлдерді бейнелейтін боламыз. Сонда бізде балалар әдемі жайлаудың суреті шыға келеді. Ал енді балалар тағы қандай түсті гүлдер бар? Ақ бар, содан кейін жасыл бізде шөпкер, біз оның бағана тампондау әдісі арқылы бейнеледік. Сары түстерді гүлдерді бейнелейтін боламыз. Қызғалдақтар бізде сары түсті болады ғой? Болады, Бұл балалар дәстүрден тыс әдістер арқылы суретті салу. Әдемі жайлау болды ма? Ал енді балалар сурет салуға кірісейік. Орындығымызды үстел басына кіріп қоямыз. Жұмысты балалар таза жасаймыз. Таза. Бояумен таза жұмыс жасаймыз. Бояуды көп алмаймыз. Ал енді қарауында қолымызға аламыз. Ең алдымен біз жаңа нені бейнеледік? Жасыл шөптерді бейнеледік, Ал енді жасыл түске батырамыз. Бояуды көп алмаймыз балалар. Қаяжан жақсы жарайсың. Жақсы. Ал енді жағу арқылы жасыл шөптерді бейнелейміз. Тағы бояуды аламыз. Жақсы. Тағы тұрамыз және. Жұмысты таза орындаймыз балалар. Тағы. Жасыл шөптерді тампондау әдісін қолданып, жасыл шөптердің суретін саламыз. Алабы. Саламыз. Ерасы жақсы жарайсың. Салып жасыл шөптерді. Алтыны саламыз жасыл шөптерді. Саламыз. Жасыл шөптерді тампондау әдісін қолдану арқылы қазір біз әдемілеп бейнелейтін боламыз.
балалар, жасыл шөпті бейнелейтін боламыз. Басқа түстерге әлі тиіспейміз. Асықпай әдемі мұқият орындаймыз. Жақсы. Шөптерімізді ал балалар енді қоямыз. Қойыңдар. Жақсы. Енді маған қараймыз. Және маған қараймыз. Балалар, шаршап қалған сияқтымыз, енді қолдарымызға саусақ жаттығуларын жасайық. Біздің қолдарымыз кішкене демалып қалсын, Кәне кеттік. Кел бір үйде біз нешеуміз, кел ойнайық, екеуміз. Бас бармағым әкем, балаң үйрек ана, ортан терек аға, шылдыр шүмек мен, кішкентай бөбек сен. Бір үйде біз нешеуміз, бір үйде біз бесеуміз. Жақсы жарайсыңдар балалар. Тағы жасап жібереміз бе? Жасайық, Бір үйде біз нешеуміз, кел ойнайық, екеуміз. Бас бармағым әкем, балаң үйрек ана, ортан терек аға, шылдыр шүмек мен, кішкентай бөбек сен. Бір үйде біз нешеуміз, бір үйде біз бесеуміз. Жақсы жарайсыңдар балалар. Ал енді жайлаудың келесі гүлдерді салуға көшейік. Орындықтарымызды тұрамыз. Дұрыстап отырамыз. Жаңа біз суреттердік қызғалдақ гүлдеріміз балалар, мен сендерге мақта таяқшаларымен салуды көрсеттім, Енді мақта таяқшаларына қолымызға аламыз. Ең алдымен балалар, тек қана қызғалдақ гүлдерін қызыл түспен ғана бейнелейміз. Қызыл түспен бейнелеп болғаннан кейін, мен айтқаннан кейін таяқшаны қоясыңдар да, келесі қызғалдақ гүлдерін сары түспен бейнелейтін боласыңдар. Түсінікті ма? Ал енді жұмысқа кірісейік. Қызыл түске матырамыз. Таяқшаларымызды қызыл түске матырамыз. Қызғалдақ гүлдерін бейнелейміз. Таза жасаймыз жұмысты, тиянақты жасаймыз. Осылай батырамыз, жағаламыз. Асықпай әдемі саламыз суретті. Жайлаудағы әдемі әсем гүлдерімізді суретін салайық. Қызғалдақ гүлдерін әдемілеп бейнелейміз жайына. Таяқшаны қызыл түске матырайық. Бұл гүлдер балалар тек қана көктем мезгілінде шығады. Сондықтан бұл гүлдерді көктемнің алғашқы гүлдері деп атайды. Кім бейнелеп болды қызыл түсті гүлдерді балалар? Таяқшаларды қоямыз. Біз сендермен гүлдерді жаңа балалар, қандай түспен боядық? Қызыл түспен боядық, Ал енді балалар, біз гүлдерді сендермен қандай түспен боядық? Қызыл түспен боядық, Енді қазір таза таяқшаны аламыз да
қызғалдақ гүлдерін сары түспен бейнелейміз. Жұмысқа кірісеміз. Таза таяқшаларды аламыз. Таза сары түспен бейнелейміз. Қызғалдақ гүлдерін енді балалар сары түспен бейнелейміз. Таза таяқшаларды аламыз. Сары түспен бейнелейміз. Қызғалдақ гүлдерімізге қандай мейрамда сыйлайды? 8 наурыз мейрамында бізге қызғалдақ гүлдерін сыйлайды, иә? Осылай сала ғой, жаным. Жақсы. Асықпай, әдемілеп, жұмысты, таза, тиянақты орындаймыз. Бояумен таза жұмыс жасаймыз. Кім болды балалар? Таяқшаларымызды қоямыз да, күтеміз. Жұмысты жасаймыз. Әзірге болдың ба? Жақсы. Ерасыл, не сенің бойы? Сарыға қырамыз. Басы шөптерін қалқырды. Бәрия, жақсы, жарайсың. Жаным ба? Сенде қалып қойды ғой. Асыл шөптерін қалып қойды сенде. Қайда ұста. Бойлаймыз. Кім болды балалар? Мақта таяқшаларын орнына салып қоямыз. Басқаларды күтеміз. Жұмысты толық орындап шығамыз. Суретті толық аяқтаймыз. Қағазын қыста қоймай. Суретті толық аяқтау қажет. Алтына болдың ба? Таяқшаны енді орнына салып. Алдан сен болдың ба? Суретін аяқтадың ба сен? Кәнекей. Сенде жасыл шөптерін қалып қыста таяқшаны. Біздің жайлауымыз қандай әдемі болады қазір. Бояуға матыр. Матыр бойы. Жақсы жарайсыңдар балалар. Барлығымыз аяқтадық па суретті? Ерасыл болдың ба? Аяқта жұмысында. Жоқ, әдемі. Тынышталамыз балалар. Тынышталамыз. Енді қолдарымызды сүртеміз. Ылғалды сүргілерді алыңдар да қолдарыңды сүртіңдер. Қолымызға жағылып қалған бояуды кетіреміз, тынышталамыз. Сүрте орнына қойып. Жақсы. Қоямыз. Ал
қойыңдар. Енді балалар, орындықтарыңды маған қарай бұрып, маған назар аударамыз. Маған назар аударамыз. Дәрия, маған қара. Ал, аяқ жағына тұр. Балалар, тынышталамыз кәне. Жақсы жарайсыңдар. Балалар, қазір бір жылдың қандай мезгілі деді? Көктем мезгілі, иә? Біз сендермен бүгін ненің суретін бейнеледік? Гүлдер, жайлаудың суретін, дәстүрден тыс тәсілдерді қолданып, жайлауды бейнеледік, иә? Қандай тәсілдерді қолдандық біз? Тампондау әдісін қолдандық, иә, Алтина? Содан кейін гүлдерді біз мақта таяқшаларымен салдық, иә? Қандай гүлдерді біз бүгін салдық сендермен? Қызғалдақ гүлдерін салдық. Қызғалдақ гүлдерін қандай түстермен боядық біз? Қызыл және сары түспен боядық, иә? Сендерге сурет салу ұнады ма? Иә. Ал енді балалар, қызыл гүлдер қызғалдақ желмен бірге қозғалар. Нұрын төккен күн көзі өсе берші ырғала деп, бүгінгі біздің сурет салу сабағымызды аяқтаймыз. Кәне бір-бірімізге қол шапалақтаймыз.